Әрбір міндетті автосақтандыру шартын жасасқан автокөлік иесіне бонус малус жүйесі жақсы таныс. Бонус малус бұл сақтандыру төлемінің мөлшерін жүргізушінің жол көлік оқиғаларына қатысу тарихына байланысты анықтауға мүмкіндік беретін жеңілдіктер мен үстемелер жүйесі. Латыншадан аударғанда жақсы және жаман деген мағынаны береді. Жол көлік оқиғаларына қатыспайтын жүргізушілердің бонус малус класы өсіп отырады, ал апатқа себепкер болған жағдайда төмендейді. Яғни бонус малус класы неғұрлым жоғары болса, сақтандыру соғұрлым арзан болады. Автокөлікті сақтандыру кезінде бонус малус жүйесі көптеген елдерде қолданылады. Оның басты мақсаты жүргізушілерді ұқыпты көлік жүргізуге ынталандыру. Бұл рейтингтік жүйе жүргізушілердің жеке тәуекелін ескере отырып, оның сақтандыру сыйақысының нақты тәуекел деңгейіне сәйкес анықтауға мүмкіндік береді. Қазақстанда міндетті автосақтандыру шартын жасасу кезінде сақтандыру сыйақысының мөлшеріне есептеу үшін базалық сақтандыру сыйақысы, яғни 1,9 айлық есептік көрсеткіш салынады. Бұл мөлшерге көлік құралын тіркеу орны, түрі, пайдалану мерзімі, жүргізушінің жасы мен тәжірибесі және бонус малус класы қолданылады. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2024 жылғы 27 желтоқсанда міндетті сақтандыру сыйақысын есептеу кезінде қолданылатын бонус малус жүйесін жетілдіруге бағытталған қаулы қабылдады. Қаулы аясында бонус малус жүйесі 15 класстан 18 классқа дейін кеңейтілді. М1 және М2 атты жаңа класстар енгізілді. Ал ұқыпты жүргізушілерге, яғни 13 класста 5 жылдан астам апатсыз жүрген тұлғаларға сақтандыру ұйымы қосымша жеңілдіктер ұсынуға мүмкіндік алды. Маңызды жаңалықтардың бірі, бонус малус жүйесінде тек оқиғалардың саны ғана емес, келтірілген зиянның ауырлығы да есептелетін болады. Мысалы, егер апат салдарынан келтірілген залал 200 айлық есептік көрсеткіштен аспаса, келесі сақтандыру шартын жасасу кезінде жүргізушіге қолданылатын үстеме азайтылады. Бұрын жүргізушілердің класы материалдық немесе адам өміріне зиян келтірілгеніне қарамастан бірдей төмендетілетін. Енді егер адам қаза тапса немесе жүргізуші мас күйінде болған жағдайда, оның класы ең төменгі М2 класына дейін түсіріледі. Жаңа жүйеде жол жүру ережелерін сақтауда ескерілетін болады. Егер жүргізуші жол апатына себепкер болса және жол ережесін 3 немесе одан да көп мәрте бұзса, келесі сақтандыру шарты бойынша оның бонус малус класы қосымша 1 классқа төмендейді. Жаңа бонус малус жүйесі енді сақтанушының немесе сақтандырылған тұлғаның қатысуымен еңбек және де басқа да шарт негізінде көлік құралын басқаратын жүргізушілерге де қолданылады. Мысалы, каршеринг. Бонус малус жүйесіне өзгерістер жеке жүргізушілер класына қатысты шығындылықты талдау негізінде және озық халықаралық тәжірибелерді ескере отырып енгізілді.